Бедность – это болезнь. Казахи это не поймут. Бізде прям үйтіп қатты рынок әлі дамымаған запускаторлар. Жақын адамдарымыз бізде ең үлкен негативщиктер болуы мүмкін да, 300 миллион. Это уже прям такая цифра. Сәлем, мен Лаура Леспек, блогер, инфлюенсер, запуск саласындағы эксперт, прогревтердің апасы. Және мен бүгін сіздермен ақшаға байланысты мықты техникамен бөліскім келеді. Бізде 90% қазақтарда негативная установкаң бар ма десе, ақшаға байланысты бар деп айтады. Және де дәл қазір қысқа уақыттың ішінде біз сіздің осы негативті установкаңызды жоятын боламыз. Мен сіздерге четкий инструмент беретін боламын. В целом, бедность – это болезнь. Если больной человек чихнет, то ты заболеешь, дейді да? Точно так же бедный адам бір нәрсе сөйлесе, это у тебя засядет в голове. Кіммен жүрсің, кіммен араласып жатырсың, кімді тыңдап жатырсың, өте мұқият бол, дейді да? Бірақ енді бұл жерде менің басты ниетім адамдарды бедный, богатый деп бөлу емес. Бізге шын мәнінде не нәрсенің дұрыс әсер ететінін, әсер етпейтінін біз өзіміз іштей білеміз ғой. Қай досымыздың қай жаққа қарай бізді тартып жатқанын да білеміз да. Точно так же осы күнге дейін біраз негативті адамдар өмірімізде, жақын адамдарымыз бізде ең үлкен негативщиктер болуы мүмкін да. Сондықтан да қазір мен сіздерге осы күнге дейін жиналған негативті установкаларды жойып жіберейік дегім келеді. Дәл қазір мен сіздерге негативті установканы жоюға байланысты жаттығумен бөлісемін. Ең біріншісі, дәл қазір өзіңізге мына сұрақты қойыңыз. Прям можете достать блокнот, ручку, заметку и сразу же писать. Сіздің дәл қазір табысыңыз қанша? Әркім өзінің табысын жазды. Біреуіңіз мүмкін соңғы запусктан 5 миллион жасадыңыз, 15 миллион, 20, 35 миллион, 45 миллион, 100 миллион. Біреуіңізде 1 миллион, 350 мың, 400 мың. Әркім өзінің дәл қазіргі таңда табатын табысының санын жазсын. Жазып болсақ, екінші сұрақ, дәл осы сумманы, дәл осы сіздің жазған суммаңызды 3 есе көбейтіңіз. 3-ке көбейтіңіз. Мысалға, мен соңғы запусктан 100 миллион жасадым, рекордный запусктан, оны 3-ке көбейтем, 300 миллион. Точно так же, сізде 350 мың болса, 1 миллион 50 мың болды. 400 мыңды 3-ке көбейтеміз, 1 миллион 200 мың. 5 миллион болса, 15 миллион. X3 жасаймыз. Бүкіл адамда осы бір дәл қазіргі деңгейінен 3 есе өсу, ол прям вау результат деп ойлаймын. И бізге 3 есе өсуге вполне возможно. Яғни ол реалистичный цифра да. Ол анау басқа әлем емес, біз 10 есе көбейтіп алған жоқпыз. 3 есе өсу ол реалистичный план. 3 есе көбейтіп алсақ, енді үшінші сұрақ, маңызды сұрақ, неге басқалар оны табу мүмкін емес деп айтар еді? Ойланып көріңізші. И жазыңыз. Неге басқалар осы 3 есе көбейтілген сумманы табу мүмкін емес деп айтар еді? Мысалға, менің жағдайымда мен сразу өзімнің примерімде көрсетіп отырайын, 300 миллион. Это уже прям такая цифра. И менде мынандай жауаптар шықты. У меня мало охватов, не хватает аудитории, бірінші. Аудитория маленькая, екінші. Казахи это не поймут. Бізде прям үйтіп қатты рынок әлі дамымаған запускаторлар, и тем более мен әлі ол жақтан 300 миллион табатындай бір дайын емес секілдімін. Төртінші, 300 миллион тапсам, өте үлкен ответственность қой ол. Сонда біз 3 есе көп жұмыс жасауымыз керек. 300 миллионды біз қалай будем отрабатывать деген қорқыныш. Міне менде осындай жауаптар шықты. Ал енді дәл қазір сіздің жағдайыңызда, как думаете, басқалар неге сол цифраны мүмкін емес деп айтар еді? Почему у других это невозможно? 1, 2, 3, 4, 5 деп шек қоймаңыз, жаза беріңіз. Мүмкін осы күнге дейін өз адресіңізге де естіген шығарсыз, басқа адамдармен сөйлескенде естіген шығарсыз, әңгіме барысында естіген шығарсыз. Жаза беріңіз.
прям видеоны тоқтатып қойып жазуыңызға болады. Енді мен қазір сіздерді құттықтағым келіп отыр. Неге десеңіздер, сіз өзге адамдардың басындағы установканы емес, өзіңіздің басыңыздағы установканы жаздыңыз. Мало охватов, у меня маленькая аудитория, қазақтар оны түсінбейді, біздің рынок дайын емес, ол өте үлкен ответственность. Оның барлығы менің басымдағы қорқыныштарым, менің басымдағы убежденияларым мен установкаларым. Егер мен сіздің басыңызда неге қорқыныш десем, мүмкін сіз қашатын ба едіңіз, жауап шықпайтын ба еді. Сондықтан мен өзге арқылы сұрадым. Ал өзге арқылы сұрағанда бізде всегда өте жеңіл бірден установкалар шығады. Но шын мәнінде ол сіздің установкаңыз, сіздің қорқынышыңыз. Қазір енді тағы да бір құттықтаймын, себебі сіз өзіңіздің қорқынышыңызды бетпе-бет көріп отырсыз. Онымен бетпе-бет келдіңіз. Және де бұл біздің жұмыстың ең алғашқы бөлігі. Енді не істеу керек деген сұрақ. Не істеу керек? Ары қарай ешқандай курс сатып алып, ары қарай мен обучениеме келіп қажет емес. Қазір осы жақта барлығын бөлісетін боламын. Орындау сіздің ответственностіңіз. Әрине сізді өсіретін. Ең бірінші, біз әр осы негативті установкаға 100 подтверждениеден жазуымыз керек. Отдельный блокнот арнасаңыз да болады. Яғни сізде 5 установка шықты ма, бірінші установканы жазасыз. У меня мало охватов, например, мендегі шыққан. Мало охватов, ал енді осы кішкентай охватта үлкен запуск жасап жүрген адамдарды білсеңіз, міне мынау жасап жатыр, міне мынау деп, сіз өзіңіздің осы убежденияңызға 100 подтверждение жазасыз. Жай ғана, ой, егер мало охватов, это не помеха деп қасына, или мало охватов, нужно сразу улучшить охваты деп жазып қою, это не действует. Біз миымызды бір шыққан установкаға 100 подтверждение беруіміз керек. Сол подтверждение 100-ін іздеп жүрген процесте сіздің установкаңыз кетеді. Сіз 100 подтверждение табудың өзі оңай емес. 10 адамды табарсыз. Аз охватта, кішкентай ғана блокта, күшті сол 300 миллион нәрсені жасап жүрген, 1 миллионды тауып жүрген, 2 миллионды тауып жүрген адамдарды жазыңыз. Одан бөлек подкасттардан алған түсініктеріңізді жазыңыз. Например, осы сіздің неңізді мало охватта үлкен ақша жасауға болмайды, болмайды деген адамдардың дебаттарынан алған ойларыңызды жазыңыз. Әйтеуір мына әлемнен бір негативті установкаға 100 подтверждение іздеп жазыңыз. Солай сіздің 5 шыққан установкаңызға 500 түрлі подтверждение жазасыз. И сол кезде сіздің миыңыз уже в поиске, ол өз-өзін емдеп тастайды. Ол мына нәрсенің мүмкін екендігін, мына нәрсенің қолынан келетіндігін күнделікті көз алдында тетрадьта тұрғанда былай ашып оқыған кезде я тоже смогу деген түсінікті өзіне қабылдайды. Сондықтан да қазір мен сіздерге айтарым, кез келген негативті установканы мен осы техника бойынша отработка жасаймын. Егер бірден мысалға менде шетелге шығуға байланысты бір установка шықса, жақсы өмірге мен лайық емеспін деген установкам шықса, күйеумен отношениямде установкам шықса, мен сразу подтверждение іздеймін, у кого получилось, как получилось и как может получиться деген секілді соған байланысты подкасттарды көремін, осы секілді әртүрлі кітаптарды оқимын и сол жақтан подтверждениені іздеймін. И это реально помогает. Точно так же біздің осымен бүгінгі жаттығуымыз аяқталды. Қолданыңыздар, ұнаса бөлісіңіздер, комментарий қалдырыңыздар. И, конечно, мен сіздерді өзімнің каналымда күтемін, себебі бұл жақта свежий инсайттар сіздерге артығымен беру деген ниет және менің ішкі кухням. Келесі кездескенше, сау!